Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық емі арнасы. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін өздеріңізге алғыс айтудан шаршамаймыз. Неліктен егде жастағы адамдар жағымсыз иіс шығарады және бұл иісті жою мүмкін бе? Осы сұрақтардың жауаптарын бүгін іздеп көреміз. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздің каналда жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Қарт кісілердің жасы ұлғайған сайын денсаулығы нашарлайды, көру және есту қабілеті жоғалады, зат алмасу баяулайды. Қарт туыстарына қамқорлық жасайтын адамдар жиі ерекше иіспен кездесіп жатады. Бұл мәселені қалай шешуге болады? Қартайған кездегі адамдардың иісі әдетте қарқындылықпен ерекшеленеді және негізінен теріден келеді. Май және тері бездерінің жұмысы бұзылады. Қалдықтар мен токсиндер денеден толығымен шығарылмайды. Иістің пайда болуына басқа да факторлар әсер етуі мүмкін. Қарт адамдардың иісі қандай? Зерттеулер теріден бірте-бірте қанықпаған альдегид тегі ноненал 2 қабаты түзетінін көрсетті. Хош иіс тек қарт адамдарға ғана тән, өйткені оларда омега-7 қанықпаған май қышқылдар өңдеуі баяулайды. Тері маңызды антиоксиданттарды жоғалтады. Оларды қарапайым сумен жуу өте қиын. Қарт кісі бар үйде ерекше бір иіс шығып тұрады. Бұл иісті біз жаман иіске, не болмаса жағымды иіске де жатқыза алмаймыз. Ол әр адамның өзінің денесінен шығып тұратын иіске тән. Егде жастағы адамдарда ерекше иіс бар екенін байқаған боларсыздар. Біреулер үшін ол жақсы, басқалар үшін ол тіпті білінбейді, сезілмейді де. Бұл иісті жағымсыз деп атауға болмайды. Ғалымдар тіпті адамдар егде жастағы адамның киіміне, иісіне қарап анықтай алатынын көрсететін зерттеулер жүргізді. Бұл иіс ғылыми түсіндірмесі бар құбылыс. Сондықтан адамдар оны гигиенаның нашарлығынан деп есептейді. Бірақ шын мәнінде қарттықтың иісінің қартаю процесінің табиғи бөлігі болып табылады. Мысалға, әжімдер сияқты. Қарттықтың белгісін әжімдердің бетімізге басуымен түсіндіреміз. Ал бұл әр адамда басатын химиялық өзгерістерге байланысты жүріп отыратын құбылыс. Бұл иісті әдетте қарттықтың иісі деп те атауға болады. Ол ерлерде, әйелдерде де бар. Адам денесінің иісі жасына, денсаулығына, жынысына, керек десеңіз, эмоциясына дейін тіпті өзгеріп отырады. Тіпті шизофрениямен ауыратын науқастардың да ерекше иіс шығаратын туралы зерттеуде бар. 2-ноненал деп аталатын зат кәрілік иіске жауап береді. Ол салыстырмалы түрде жақында шамамен 15 жыл бұрын ғана ашылған. Оның пайда болу себебі әлі күнге дейін күмән тудырғанымен, егде жастағы адамдарда 2-ноненал мөлшері жастармен салыстырғанда жоғарылайтыны белгілі. Ноненал майлы құбылыс болып табылады. Сондықтан өте мұқият жусаңыз да, бұл иістен толық арылуға ешқашан көмектеспейді. Сонымен қатар бұл май адам денесінен үнемі бөлініп тұрады. Ол тотығу процесіне ұшырайды. Қанша адамды таза сумен жуып, баняға не болмаса душқа түсірсеңіз де, ол иіс қайтадан біраз уақыттан соң пайда болады. Одан құтылудың дәлелденген жолы әлі белгісіз. Бірақ дерматологтар табиғи матадан жасалған киімдерді киюге кеңес береді. Ол теріні қабыршықтандырмайды және ылғалдандырып отырады. Мысалға, көк шай мен құрма сығындысы негізінде осы иістен арылу үшін арнайы косметикада жасалады. Жапондық брендтерде де бар. Көптеген егде жастағы адамдар бүйрек жетіспеушілігінен зардап шегеді. Орган тұрақты жұмыс істеу үшін қажетті белсенді элементтерді шығара бастайды. Іш қату, яғни запор, асқазан ішек жолдарының жұмысындағы бұзылуларға байланысты да осындай иістер пайда болып жатады. Қалдықтар мен токсиндер қан айналымы жүйесіне енеді. Содан кейін бүкіл денеге таралады. Нәтижесінде құтылу қиын болатын ерекше иіс пайда болады. Кейбір созылмалы аурулар дененің иісіне әсер етеді. Мысалға, колит, энтероколит және ішекте пайда болатын басқа мәселелер. Дисбактериоз, іш қату, қант диабеті сияқты ауқымды аурулар осы денеден иістің шығуына келеді. Егер сіздің қарт жақын адамдарыңыздың бірі жағымсыз иіспен ауыратын болса, ең алдымен жаңа айтылған проблемалар бар ма, жоқ па, соған назар аудару қажет.
Басында айтып өткендей, адамның денесінен шығарылатын иістен толық құтылуға мүмкіндік жоқ. Оны тек бәсеңдетуге болады. Егде жастағы адамдарға күрделі тағамдарды мүмкіндігінше аз жеуге кеңес беріледі. Асқазан ішек жолдарының баяу жұмыс істейтіндіктен оған жүктеме артылады. Сондықтан қарапайым тағам мәзірін жасауды ұмытпаңыз. Сондай-ақ майлы, ащы және қуырылған тағамдарды тұтынуды мүлдем азайту керек. Гигиеналық процедуралар өте маңызды рөл атқарады. Жастарға қарағанда ата-әжелер өздеріне күтім жасау өте қиынырақ. Су процедуралары адамға жағымсыз болатын немесе оларды үнемі орындау қиын болатын жағдайлар туындайды. Қартайған кезде тері әлдеқайда жұқа және қорғаныс қабаты азаяды. Душтан кейін балғындықтың орнына жағымсыз тітіркенуді, тығыздықты, құрғақтықты сезінуі мүмкін. Бұл көбіне қарт кісілерге тән қасиет. Гигиеналық процедуралар жиілігіне егде жастағы адамның қозғалғыштығы да әсер етеді. Егер адам жиі қозғалатын болса, оның үстінен шығып тұратын жағымсыз иістің де тез болуы, тердің иісі араласып әртүрлі иіске әкеледі. Мүмкін адам денесінен шығатын ерекше хош иісті де сезбеуі мүмкін. Бұл жағдайда оған мәселе туралы айту өте дұрыс. Қадірменді YouTube көрермен, бүгін сіздердің назарларыңызға қарт кісілердің денесінен шығатын ерекше иіс жөнінде айтып түсіндірген болатынбыз. Материал барынша пайдалы болса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Түсінгендеріңіздей, қария кісілердің денесінен шығатын иісті кетіруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Тағамдарды дұрыстау арқылы және гигиеналық процедураларды дұрыс жүргізу арқылы сәл болсын иісті бәсеңдетуге болады. Барлық адам қартаяды, бәріміз де қартаямыз. Әдемі қарттықты, әдемі қартаюды бәрімізге Алла тағала жазсын. Қарты бар үй, қазыналы үй деп қазақ бекер айтпаған. Қарт қария жандарымызға мейірімділікпен қарайық. Олардың біздің өсіп жетілуімізге қосқан үлесі өте көп. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер.